Қайырлы күн достар, сіздермен мен Жұлдыз. Бүгінгі тағайындайтын тағамыз блинчики деп аталады. Оған қажетті құрамдар: шекер, жұмыртқа, сұйық май, жылы сүт, ас содасы, жылы су, кішігірім және ұн. Әуелі 3 жұмыртқамызды аламыз, оған шекер салып араластырамыз. Одан соң жылы сүтімізді қоямыз, жылы суымызды қоямыз, кішкене содамызды салып, тағы араластырып, ұнды ерегіштен өткіземіз. Жақсылап тұрып араластырамыз және сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Массамыз дайын болды, енді пісірсек болады. Отты жағып, алды-артын пісіріп аламыз. Міне қыздар дайын болды. Енді өзіміз қалағанымызша әдемілеп столға қоямыз. Менің видеом ұнаса, лайк басып, каналыма жазуды ұмытпаймыз. Міне қыздар, менің блинчиктарым дайын болды. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.